Мгм. Ал қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін осы Zoom бойынша алғашқы жаңа әскери дайындық пән мұғалімдері 2 адам және көркем еңбек пәні жаңағы мұғалімдері 5 және музыка пәні мұғалімдері 6 адам, 6 мұғалім, яғни осы жерде өздеріңіздің әдістемелік жұмыстарыңызды аудан көлемінде қорғайтын боласыздар. Дайынсыздар деп ойлаймын. Қазір біз запись бастық жүріп жатыр, жазылым жүреді. Содан кейін осы жазылымды, түсірілімді сіздерге әдістемелік жаңағы метод завуштарыңызға жіберетін боламын. Сол кісілерден алып, YouTube-қа жүктеп, ссылкасын керекті жаңағы ұстаз платформасына жүктейтін боласыздар. Ал олай болса, қазір енді слайдтарыңыз өздеріңізде дайын деп ойлаймын. Сіздерге доступ берілетін болады, слайдты өздеріңіз қосып отырасыздар. Тізім бойынша бірінші қорғаушы әскери оқу-жаттығулар мен тренажерлар тақырыбында қорғайтын 42-ші орта мектеп мұғалімі Мырзахмет Нұрболат Мұхтарұлы. Иә, мен осындамын. Газ қосамын. Жақсы. Сізге сөз беріледі. Уақыт 5-7 минут. Содан кейін сұрақ жауапқа дайын болыңыздар. Организатор рұқсат бересіз бе демонстрацияға? Енді өзіңізден поделицияны басасыз ғой? Бердік. Не? Өзіңізден поделиться деген жерді басып, слайдыңызды шығарыңыз. Сол кісі разрешение беру керек, демонстрация. Демонстрация жоқ болып тұр. Мейрамбек жоқ па не онда? Мейрамбек бар шығар? Болды тапсырма. Мейрамбек жоқ. Бірінші потом. Интернеттен шығып қалды. Болды. Жақсы, ха. Отырмыз. Демонстрация берілді ғой. Берілді ма? Все, хорошо, газ. Так. Мне демонстрация экране тұр, разрешите всем участникам. Көрініп тұр ғой, Иә, көрініп. Армысыздар, құрметті әріптестер, тағы да. Бүгінгі менің қорғалатын тақырыбым әскери оқу-жаттығулар және әскери тренажер тәжірибе арқылы білім алу. Негізгі мақсаты 10-шы сынып және 11-шы сынып білім алушылар арасында әскери оқу-жаттығулар мен тренажерлар арқылы міндеттері әскери оқу-жаттығулар мен түрлерін маңызын түсіндіру, тренажерлар мен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру, қауіпсіздік талаптарын нақты орындауға үйрету, командалық жұмыс пен тәртіпті дамыту, жылдам шешім қабылдау қабілеттерін жетілдіру. Мен даусым естіліп тұр ма сіздерге? Естіліп тұр, айта беріңіз. Тапсырмалар бағыты. Негізгі тапсырмалар қауіпсіздік бағыты бойынша және практикалық және теориялық бағыт бойынша тапсырмалар берілген. Бірінші тапсырма бойынша қауіпсіздік бағыты бойынша жаттығу алдында қауіпсіздік нұсқаулығын оқу, айту, қару макет қозғалу, маршрутизация жаңа компас бойынша қозғалу, жасырыну және орын ауыстыру жаттығулары және кедергі алаңдарынан өту. Үшінші тапсырма бойынша нысананы көздеу әдісі бізде пневматикалық винтовка арқылы нысананы көздеу және дәлдік бағыты бойынша. Осы тапсырма және тренажерлар арқылы көздеу жаттығулары, дұрыс қалыпты таңдау тапсырмасы, дәлдік және тұрақтылықты бағалау.
Төртінші бұл уже командалық Конечно. әрекет бойынша тапсырма беріледі. Бұл жерде топтық жұмыс орындалады және белгі арқылы байланыс орнату, бір шешімге келу жаттығулары. Бұл төртінші тапсырма. Бесінші тапсырма бойынша алғашқы медициналық көмек, яғни бұл жерде жарақат алу бойынша тапсырма беріледі. Белгілі бір жаңағы жарақаттанушы, соған қандай алғашқы медициналық көмек көрсетіледі, сол бойынша. Алтыншы, психологиялық төзімділік бағыты. Уақытқа қарсы тапсырманы орындау, күтпеген жағдайдағы әрекет, қысым кезіндегі шешім қабылдау. Негізгі бұл қолданылатын әдіс тәсілдер практикалық станция әдісі. Оқушылар бірнеше бекетке бөлінеді. Әр бекетке жеке тапсырма беріліп, мысалы қару макетін жинау немесе жаңағыдай ату сияқты, тактикалық қозғалыс және медициналық көмек көрсету. Тура осы сияқты тағы да жаңағы тапсырмалар айтып өттім ғой, соған жаңағы рөлдік жағдаяттық тапсырмалар берілсе болады. Алғашқы медициналық көмек, командирмен жұмыс, топпен жұмыс, бағыт бағдар табу сияқты осындай әдіс тәсілдер қолданылады. Сонда отыр едім. Күтілетін мұнда тағы да қолданылатын әдіс. Енді жалпы осы тақырып бойынша, мен тақырып бойынша негізі күтілетін нәтиже, оқушылар әскери оқу-жаттығулар мақсатын біледі, тренажерларда дұрыс қолданады, қауіпсіздік ережелерін сақтайды, командада тиімді жұмыс істейді, нақты жағдайда әрекет ете алады, әскери қызметке саналы көзқарас қалыптастырады. Назарларыңызға рахмет, құрметті әріптестер. Сұрақтарыңыз бар ма? Әріптестер, сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар. Жақсы, келесі сұрақ жоқ болса, келесі қатысушымыз нөмір 7-ші орта мектеп технология пән мұғалімі Бауыржанұлы Жандос. Сізге сөз беріледі. Сәлеметсіздер ме? Технология емес, алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәні. Кешіріңіз, иә. Одан кейін қорғалатыны алғашқы әскери дайындық және дене шынықтыру. Орысша мен тақырыбым. Бастауға бола ма? Жақсы естіліп тұр ма сіздерге, әріптестер? Иә, естіліп тұр, бастай беріңіз. Хорошо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Значит, у меня государственное коммунальное учреждение, 7-я школа. Я учитель начальной военной технологической подготовки Бауыржанұлы Жандос. Моя тема методические пособия. Интегрирование подход и методики проведения комбинированных занятий по начальной военной подготовке физической культуры с использованием искусственного интеллекта. Так, результат работы методического пособия, интегрированного подход методики проведения комбинированных занятий по начальной военной подготовке и физической культуре использованием искусственного интеллекта установлено следующее. Первое, у нас интеграция начальной военной технологической подготовки и физической культуры. Второе, развитие личности, учащихся физического нравности, интеллектуальной и патриотического воспитания. Внедрение искусственного интеллекта и цифровых технологий. Практические рекомендации при планировании уроков: использовать физические упражнения, активно внедрять интерактивные технологии и цифровые симуляторы для моделирования военных ситуаций. Использовать практикоориентированный подход, связаться с военными навыками и с физической подготовкой. Это значит физическую подготовку внедрять с военным. Есть у нас прикладные искусства, которые применяются при физической культуре. Для учителей физической культуры применять элементы строевые и технической подготовки, комплексы физических упражнений, обеспечивать системность и постепенное усложнение задачи, использовать ИКТ и искусственный интеллект для анализа физического состояния учащихся. Методическая рекомендация по внедрению
искусственного интеллекта, использовать обучающиеся платформы, цифровые тренажеры, обеспечение индивидуальную работу учащихся, принимать анализ движения через видеокамеры, мобильное приложение для коррекции техники выполнения упражнения, разрабатывать траектории обучения, основания на данных диагностики, проводить обучение педагогов по использованию цифровых инструментов. Итоговый вывод. Интеграция начальной военно-технической подготовки и физической культуры – это просто объединение дисциплин, а новая педагогическая философия, в центре которой состоит человек-гражданин, защитник, личность. Использование искусственного интеллекта придает процессу обучения своевременное качество, делая его динамичным и результативным. Реализация данной программы позволяет школе стать пространством формирования физически крепких, нравственных, устойчивых и патриотических настроенных молодых граждан Республики Казахстан. Уважаемые коллеги, если у вас есть вопросы по поводу моего защиты, можете задавать. Спасибо. Сонымен әріптестер, сұрақтарыңыз болса, қоя отырсаңыздар, сұрақтарыңыз. Сұрақ жоқ болса, келесі әріптесіміз нөмір 19-ші орта мектеп. Өз және де дене шынықтырудағы біздің дене шынықтыру пән мұғалімдерінің жалпы айтқанда әрбір жаңағы сабағында саптық элементтердің, яғни оңға сол Олдықпа айтып. Ал әріптестер, Бауыржанұлы Жандос, сіз қорғап болсаңыз, келесі әріптеске сөз бере берейік. Жақсы, рахмет. Сізге де рахмет. Келесі нөмір 19-ші орта мектептің көркем еңбек пәні мұғалімі Берікбаева Ботагөз Тарғынқызы. Кел. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. 19-ші орта мектеп көркембек пәні мұғалімі Берікбаева Ботагөз Тарғынқызы. Оқу әдістемелік құрал, тақырыбы көркембек пәні сабағында қолданылатын әдіс тәсілдер. Пәннің рөлі шығармашылық қабілеті дамыту және эстетикалық талғам қалыптастыру. Мақсаты оқушының танымдық белсенділігін арттырып, сыни ойлау мен проблемаларды шешу дағдыларын дамыту. Негізгі басымдық инновациялық шығармашылық және зерттеушілік әдістерді пайдалану арқылы еңбекке баулу. Көркембек пәнінде сабақта әдіс тәсілдерді қолдану маңызды. Алдымен әдіс тәсілдер оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытып, олардың өз бетінше ізденуіне, танымдық белсенділігіне жол ашады. Бұл пән оқушылардың қол еңбегін жетілдірумен қатар эстетикалық талғамын қалыптастыруға, ұлттық және әлемді мәдениетін түсінуге ықпал етеді. Сабақта дұрыс таңдалған әдіс тәсілдер мұғалімге материалды тиімді жеткізу ғана емес, сонымен қатар әрбір оқушының жеке ерекшелігін ескере отырып, олардың пәнге деген қызығушылығын арттыруға мүмкіндік береді. Қолданылатын әдістер оқушылардың сыни ойлауын, шынайы өмірде кездесетін проблемаларды шешу қабілетін дамытады. Олардың қоғамдық өмірге бейімделу дағдыларын қалыптастырады. Сонымен қатар көркембек сабағында инновациялық шығармашылық және зерттеушілік әдістерді пайдалану оқушыларды еңбекке баулу мен эстетикалық тәрбие беру міндеттерін тиімді жүзеге асырады. Осы себепті әдіс тәсілдердің маңызы білім беру үдерісін жандандырып, оқыту мен тәрбиенің сапасын арттыру үшін шешуші фактор болып табылады. Бағыты мен өзектілігі. Бағыты дәстүрлі және инновациялық әдістерді жүйелеу, білемін деңгейінен жасай аламын деңгейіне өту. Өзектілігі жаңартылған білім мазмұнының талаптары.
Ұлттық қолөнерді сақтау және жаңғырту қажеттілігі. Педагогтерге әдістемелік қолдау көрсету. Мақсаты мен міндеттері. Мақсаты мұғалімдердің кәсіби деңгейін арттырып, оқушының еңбек қабілетін дамытуға жағдай жасау. Міндеттері: әдіс тәсілді жүйелеу, практикалық ұсынымдар беру, ұлттық және заманауи технологияларды ұштастыру. Күтілетін нәтиже: мұғалімдер үшін сабақ сапасының арттыру, технологиялық карталарды сауатты пайдалану. Оқушылар үшін қол моторикасының дамуы, жобалық жұмыстарды өз бетінше орындау, ынтымақтастық мәдениеті. Дәстүрлі әдіс тәсілдер. Бұл жерде бірнеше әдіс тәсілдер берілген. Соның бір-екі әдіс тәсілін айта кетейін. Түсіндіру әдісі: жаңа тақырыпты көрнекілікпен жеткізу, қауіпсіздік ережелерін таныстыру. Көрсету әдісі: нақты бұйымды жасап, көрсету арқылы моториканы дамыту. Талдау және жинақтау: бұйымның құрылымын, материалын және техникасын саралау. Инновациялық әдіс тәсілдер және сыни тұрғыдан ойлау. Мысалы, эко-сумка жобалау, Вен диаграммасы, инсерт әдісі арқылы ұлттық және заманауи дизайн салыстыру. Тинкад, Canva арқылы 3D модельдеу және визуалды жобалау. Оқушының белсенділігін арттыру, практикалық жұмыс, саз балшықтан мүсін жасау, тігін машинасымен жұмыс, топтық жұмыс, құрақ көрпе жасау, рөлдерге бөлу, дизайнер, пішуші, тігінші, ойын элементтері, шеберлік эстафетасы, құрал жабдықтар бойынша викториналар. Халықтық педагогика элементтері: ұлттық қолөнер, ою-өрнектер, символдық мәнін түсіндіру, аймақтық ерекшеліктер, батыс, оңтүстік, шығыс Қазақстанның қолөнер стильдерін салыстыру, тәрбиелік мәні, шебердің қолы ортақ, мақалы арқылы еңбекқорлыққа баулу. Талдау және салыстыру әдістері: бағалау критерийлері, композициялық үйлесім, техникалық дәлдік, эстетикалық көрініс, шығармашылық ерекшелік, нәтиже, өз жұмысының күшті және әлсіз жақтарын анықтау, рефлексия жасау. Қорытынды: түйінді, дәстүрлі және инновациялық әдістердің синтезі сабақ тиімділігінің кепілі. Маңызы: бұл әдістемелік жинақ мұғалімдерге жаңашыл көзқарас қалыптастыруға және оқушылардың өнерге деген махаббатын оятуға көмектеседі. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, берулеріңізге болады. Әріптестер, сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар. Жақсы, сұрақ жоқ болса, келесі әріптесімізге сөз береміз. Алим Құрманғазы Сейілханович, бейнелеу өнері сабағы мұғалімі, 31-ші мектеп. Сізге сөз беремін. Құрманғазы Сейілханович, 31-ші мектеп бар ма екен? Жақсы, келесі адамға көше берейік. Айдарбекова Зәуре Сапарғалиевна бар ма? Сәлеметсіздер ме әріптестер? Иә, бармын. Жақсы, сізге сөз беріледі. Иә, жақсы, қазір қосылайын. Ашылды ма? Қосылды ма? Жоқ, қосылып тұрған жоқ. Поделицаны басын. Ендеше? Жоқ. Жарайды, мен айта берейін, сәлеметсіздер ме әріптестер? Менің әдістемелік оқу құралының тақырыбы оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттырудағы, дамытудағы көркем еңбек пәні мұғалімдердің рөлі.
Бұл жерде менің мақсатым оқушылардың функционалдық сауаттылығын көркем еңбек пәні арқылы дамытып, шығармашылық және практикалық іс-әрекетте өз ойын жүзеге асыруға үйрету. Ал міндеттеріне келіп тоқталатын болсақ, функционалдық сауаттылықты теориялық негіздерін айқындау, көркем еңбек пәні мазмұны негізінде оқушының практикалық және шығармашылық дағдыларын дамыту тәсілдерін ұсыну, жобалық, модельдеу және конструкциялық жұмыстарға арналған тапсырмалар жүйесін құрастыру болып табылады. Бұл жерде бізде күтілетін нәтиже көркем еңбек пәні арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту барысында бірнеше маңызды нәтижелер күтіледі. Біріншіден, оқушылардың шығармашылық қабілеттері мен эстетикалық талғамы айтарлықтай дамиды. Сабақтарда әртүрлі материалдармен жұмыс жасау, жобалық тапсырмаларды орындау және практикалық әрекеттерді үйлестіру арқылы оқушылар өз ойын көркемдік шешімдерді көрсетуді үйренеді. Олардың шығармашылық ойлау қабілеттері, идеяларды визуалды түрде бейнелеу және әртүрлі әдістерді қолдану дағдылары жетілдіреді. Осы әдістемелік құралда мен бірнеше әдіс тәсілдерді алдым. Мына жерде тоқтала кететін болсақ, заттарды жобалау және модельдеу. Бұл жерде балалар әртүрлі материалдардан қағаз, картон, мата, саз деген материалдарды пайдалана отырып, бұйымдарды жобалайды және модельдейді. Ал көркем бейнелерді талдау, бейнелеу өнері туындыларын талдайды және түсіндіреді. Сол арқылы эстетикалық талғамы дамиды. Ал өмірлік жағдаяттарға негізделген тапсырмаларда, мысалы, сыйлықтар жасау, бөлме интерьерін безендіру, тұрмыстау сияқты практикалық жұмыстарды орындайды. Және де көркем еңбек сабақтарына арналған тапсырмалар жүйесінің үлгісі көрсетілген. Бұл жерде конструкциялық жобалар. Бұл жобада әртүрлі материалдардан макеттер, модельдерін жасайды. Мысалы, менің арманымдағы үй немесе болашақ көлігі деген секілді. Ал шығармашылық жобаларда дизайнды, сәндік элементтерді әзірлейді. Мысалы, ұлттық нақыштағы киім дизайны немесе мектеп кітапханасының дизайны деген секілді. Ал практикалық кейстерде үйге немесе мектепке қажетті пайдалы заттарды жасайды. Мысалы, қалдық материалдардан түрлі бұйымдар жасау. Ал экологиялық сөмке деген секілді. Келесі, оқу үрдісін ұйымдастырудағы мұғалімнің рөліне тоқталатын болсақ, шығармашылық еркіндік ортасын құру. Оқушылардың өзін-өзі шығармашылық тұрғыда көрсетуіне және білімді практикада қолдануға жағдай жасайды. Ал жеке дара тәсілі болса, әр оқушының қабілетін ескере отырып, оның жеке дамуына бағытталған оқыту әдістерін қолданады. Ал әдістемелік нұсқаулықтарды қолдану сабақтардың тиімділігін арттыру үшін дайын әдістемелік материалдар мен сабақ жоспарын пайдаланады. Ал қорытынды бөлімге келетін болсақ, көркем еңбек пәнінің мұғалімдері оқушыларды өмірге және кәсіби іс-әрекетке дайындайды, маңызды рөл атқарады. Олар шығармашылық, әлеуетті және практикалық дағдыларды дамытады. Ал педагогтардың арасында әдістемелерді үнемі жетілдіріп, бір-бірімен тәжірибе алмасады. Назарларыңызға рахмет. Сұрақ жауаптарыңыз бар ма? Жоқ. Бар ма сұрақ? Сұрақ болмаса, келесі. Қатысушымыз 42-ші орта мектеп Шалқар Айдана Шалқарқызы, көркем еңбек пәні мұғалімі. Сізге сөз беріледі. Шалқар Айдана Шалқарқызы. 42-ші орта мектеп. 42-лер отыр ғой. Мырза Ахмет отыр. Бар, отыр ғой қазір. Естіліп тұрмын ба? Дауысың ақырын естіліп тұр, Айдана. Слайд көрініп тұр ма екен? Көрініп тұр, Айдана, айта бер. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Менің әдістемелік құралымның тақырыбы кесте өнеріндегі дәстүр мен жаңашылдық 5-ші сыныптарға арналған. Менің әдістемелік құралымда түсінік хат, ақпараттық әдістемелік бөлім, оқытудағы ұйымдастыруға арналған әдістемелік нұсқаулықтар,
қорытынды және пайдаланылған әдебиеттер қамтылған болатын. Қысқаша шолу жасасам, ұлттық қолөнер халқымыздың мәдени мұрасының ажырамас бөлігі. Соның ішінде кесте өнері бізде ғасырлар бойы халық тұрмысына сәндік әрі тұрмыстық қолданысқа ие болған. Кесте өнері арқылы халқымыздың дүниетанымы, эстетикалық талғамы, шеберлік дәстүрлері ұрпақтан ұрпаққа жетіп отырған. Бүгінгі таңда дәстүрлі қолөнер түрлерін заманауи әдіс тәсілдермен сабақтастыру, оны оқушыларға үйрету маңызды міндеттеріміздің бірі. 5-ші сынып оқушыларына арналған бұл әдістемелік құралдың мақсаты кесте өнеріндегі дәстүрлі үлгілер мен заманауи жаңашылдықтарын таныстыра отырып оқушыларды қол өнерге баулу, шығармашылық қабілеттерін дамыту және ұлттық мәдени құндылықтарға құрметпен қарауға тәрбиелеу. Құралда кесте тігу өнерінің негізгі түрлері, қолданылатын материалдары мен құрал жабдықтары және жұмыс тәсілдері қарастырылған. Сонымен қатар оқушыларға арналған практикалық тапсырмалар, жаттығулар мен сабақ үлгілері беріліп, мұғалімдерге әдістемелік көмек ұсынылады. Әдістемелік құралдың өзектілігі қазақ халқының қолөнері ұлттық мәдениетінің тарихи мұраның айнасы болып табылады. Оның ішінде кесте өнері тұрмыстық бұйымдарды сәндеуде, әшекейлеуде кеңінен қолданылған ең көне өнер түрлерінің бірі. Алайда қазіргі заманда дәстүрлі кесте өнерін үйрету ісі жеткілікті деңгейде жүзеге асырылмай отыр. Оқушылардың қолөнерге деген қызығушылығын арттыру, ұмыт бола бастаған ұлттық өнерді қайта жаңғырту, сонымен қатар оны заманауи әдістермен ұштастыра оқыту талабы, шығармашылық қабілеттерін дамыту, эстетикалық талғамын қалыптастыру, еңбек дағдыларын жетілдіру маңызды міндеттердің қатарында. Кесте өнерін дәстүр мен жаңашылдық тұрғысынан меңгерту, оқушылардың қолөнерге деген сүйіспеншілігін оятып қана қоймай, олардың ұлттық құндылықтарға құрметпен қарауына, өнерді заман талабына сай қолдана білуіне ықпал етеді. Осыған орай кесте өнеріндегі дәстүр мен жаңашылдық атты әдістемелік құралдың өзектілігі дәстүрлі қолөнерді сақтай отырып, оны қазіргі білім беру жүйесінде тиімді қолдану, жаңа технологиялық мүмкіндіктермен ұштастыра оқушылардың шығармашылық әлеуметін дамыту қажеттілігін туындайды. Әдістемелік құралдың негізгі мақсаты кесте өнерін заманауи дизайн, цифрлық технологиялар мен инновациялық оқыту әдістерімен ықпалдастыра отырып, мұғалімдердің шығармашылық әдістемелік әлеуетін дамыту және дәстүрлі кестелеу элементтерін бүгінгі сәндік қолданбалы өнер талаптарына сай жаңашыл түрде қолдану жолдарын меңгеру. Әдістемелік құралдың, яғни жұмыстың міндеттеріне тоқталып өтетін болсақ, қазақ халқының дәстүрлі кесте өнерінің тарихын, түрлерін және ерекшеліктерін таныстыру, кесте өнерін үйрету барысында қолданылатын материалдар мен құралдар жайлы білім беру, оқушыларға кесте тігу техникасының қарапайым тәсілдерін меңгерту, дәстүрлі кестелеу үлгілерінің заманауи әдіс тәсілдерімен ұштастыру және үйрету, шығармашылық қабілеттерін дамыту, эстетикалық талғамын қалыптастыру, ұқыптылыққа, төзімділікке, ұлттық мәдени құндылықтарға құрметпен қарауға тәрбиелеу, көркем еңбек пәні мұғалімдеріне сабақ процесінде әдістемелік көмек ұсыну. Жұмыстың ерекшелігі мен жаңашылдығына тоқтала кетейік. Бұл әдістемелік құралдың ерекшелігі дәстүрлі кесте өнерін қазіргі заман талаптарымен сабақтастыра отырып ұсынуда. Құралда оқушылардың тек кесте тігу дағдыларын меңгерту ғана емес, сонымен қатар ұлттық мәдени мұраға құрметпен қарау, шығармашылық тұрғыдан іздену және заманауи әдістерді пайдалану мүмкіндігі қарастырылған. Жаңашылдығы дәстүрлі қолөнер үлгілерін қазіргі заманғы технологиялармен ұштастыру, кестелеудің жаңа тәсілдерін қолдану және оқушылардың өзіндік шығармашылық жобаларын орындауына жағдай жасауда. Сондай-ақ әдістемелік құрал 5-ші сынып оқушыларының жас ерекшелігіне сәйкес тапсырмалармен, сабақ үлгілерімен толықтырылып, мұғалімдерге практикалық көмек ретінде ұсынылып отыр. Күтілетін нәтижелер бұл жерде қазақ халқының дәстүрлі кесте өнерінің тарихымен мағлұмат алады және кесте тігуге қажетті құрал жабдықтар мен материалдарды дұрыс қолдануды үйренеді, қарапайым кесте тігу тәсілдерін меңгереді, ұлттық ою-өрнектерді пайдаланып шығармашылық жұмыстар орындайды, дәстүрлі өнерді қазіргі заманға жаңашыл әдістермен ұштастыра біледі, эстетикалық талғамды, қол икемділігі, ұқыптылық пен шыдамдылық дағдыларын қалыптастырады, ұлттық құндылықтарға құрметпен қарауға тәрбиеленеді, өздігінен шағын шығармашылық жоба әзірлейді. Осының ішінде мен әдістемелік құралында бірінші бөлім оқытуда ұйымдастыруға арналған әдістемелік нұсқаулықтар, кесте өнерінің тарихы және маңызы туралы қысқаша кеткен болатын. Бұл жерде бірнеше тапсырмалар берілген болатын. Соның ішінде ақпараттық таныстырылым, яғни жаңашыл кестелеу түрлері, 3D кестелеу, оның ішінде компьютерлік кесте, бисермен кестелеу, таспамен кестелеу секілді QR-кодтармен берілген тапсырмалар түрлері өте көп қамтылған. Енді қорытындылай келетін болсақ,
Бұл әдістемелік құрал 5-ші сынып оқушыларына арналған кесте өнеріндегі дәстүр мен жаңашылдық тақырыбы жан-жақты қарастырылды. Жұмыс барысында оқушыларға кесте өнерінің тарихи маңызы мен мәдени ерекшеліктері таныстырылып, дәстүрлі тәсілдер мен заманауи әдіс-тәсілдерді салыстыруға, оларды тәжірибеде қолдануға мүмкіндік берілді. Теориялық сабақтарда оқушылар кесте өнерінің шығу тарихы, түрлері мен қолданылатын материалдары, дәстүрлі және жаңашыл бағыттарының байланысы туралы білім алды. Ал практикалық сабақтарда әртүрлі кесте тігу тәсілдерін меңгеріп, шағын бұйымдар дайындау арқылы қолөнер дағдыларын дамытты. Бұл әдістемелік құралдың ерекшелігі оқушыларға тек дайын ақпаратты беріп қана қоймай, олардың шығармашылық ізденіске жетеленуінде. Әр сабақтың тапсырмалары дәстүрді сақтай отырып, жаңашылдықты енгізуге бағытталуында. Нәтижесінде оқушылардың еңбек дағдылары жетіліп қана қоймай, ұлттық мәдени мұраға деген қызығушылығы мен құрмет артады. Жалпы ұсынылған әдістемелік құрал оқушылардың эстетикалық талғамын тәрбиелеуге, ұлттық құндылықтар мен қазіргі заман талаптарына үйлесуімен түсінуге ықпал етеді. Сонымен бірге практикалық тәжірибеге оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға және еңбекке деген сүйіспеншілігін қалыптастыруға жол ашады. Назарларыңызға рахмет. Жақсы, рахмет. Әріптестер, біздің бір зумға жаңағы қойған уақытымыздың аяқталып жатыр. Қазір кім қорғамады, солар қайтадан кіресіздер. Сіздердің метод завуштарыңызға жіберетін боламыз. Сілтеме жіберем, сонымен кіресіздер. Кім қорғамады, солар. Тыңдайын десеңіздер де болады. Соткамен кірсе болады ма? Сәлеметсіздер. Соткамен кіргенде демонстрация көрсете алмайды ғой? Слайд ашылмайсыздар. Ау? Слайдыңыз жоқ болса, кіре беріңіз. Егер слайд көрсету керек... Слайдым да бар, слайдты сізге жіберсем болады ма? Номеріңіз бар менде. Мен информатиктің несінен кіріп отырмын, ноутбугына. Сіздің соткаңызға жіберсем болмайды ма? Слайдым Ана апай ашпай қалады. Ашпайды, ол өзіңіз ашып беріңіз. Или слайд қорғай беріңіз. Алдында бір қызда қорғады ғой солар. Қорғай берейін ба? Жақсы. Қазір қайтадан жіберейін. Қазір қайта жіберемін ссылка.